атым Ақжарқын, менің аты Стула собака. Біз магазинге келдік, енді ішіне аралап заттарды алып жүрміз. Біз уже дәптерлерді алып қойдық, енді линейкаларды алып жатырмыз. Видео басталмай жатып, менің инстаграмға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Өте қызықты фотолар көп. Сәлем достар, сіздермен бірге Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Сабақтың басталуына небәрі 11 күнде қалды. Және мен әрине басқа адамдар секілді сабақтың заттарын алдым. Құралдарының көбісін мен Waterfront деген жерден алдым. Яғни ол бірінші микрорайон жақта, кім ақтауда тұрады, сол біледі. Мен кезінде сол жерге барып алатынмын, себебі ол жерде барлық заттар бір жағынан сапасы да жақсы, бір жағынан арзан болатын. Бірақ бұл жолы барған кезде мен өте қатты өкініп қалдым, себебі былай қарап отырсаңыздар, мына заттар небәрі мынандай ғана аз заттар. Маған әлі тағы да общий тетрадьтар алу керек, және черчение алу керек, және күнделік алу керек. Бірақ оның өзінде небәрі азғантай затқа осындай баға шығып тұр. Яғни видеоның соңында мен сендерге нешеге шыққанын айтатын боламын. Лайк сондықтан лайк басып, видеоны аяғына дейін қараймыз. Ең алғашқы алған және де көбінесе керек емес зат ол клей. Мынандай кішкентай клей, бұны мен өзімен бірге мектепке алып кететін шығар. Және ең басты зат ол мынандай дәптер қап және мынандай кітап қап. Мен мынаны Абдиден алдым, ал мынаны Waterfront'тан алдым. Мынандай ең қарапайым осындай контейнер сияқты пенал алдым. Менде бұндай пеналдар болды, яғни бір ғана пенал болған болатын, бірақ ол тез сынып қалды. Ашық зат ол көбінесе мен негізі 8-ші сыныпта ешқашан да корректор, яғни штрих алмаған болатын, және бұл жолы алайын деп шештім. Ана ручка, мінекей, ол өте жұқа жазады, 3 ручка. Оларды өте жұқа жазады. Бұндай ручкалермен жазған маған удобны. Содан кейін мынандай 2 карандаш қана ала салдым. Және ең соңғы 2 зат ол мынандай ең қарапайым кетіргішпен, мынандай кішкентай ғана ашық. Келесі зат ол менде осы заттарым үшін алған ең қымбаты шығар. Ол менде мынандай черчениеге арналған осындай мопед, циркуль, сызғыш, өзінің карандаш заттары бар. Кішкентай ғана блокнот немесе дәптер. Бұның ішіне сабақта ішім пысып отырған кезде немесе әртүрлі суреттер, сондай бірдеңелер салып отыруға ала салған болатын. Шыңға арналған мынандай сөздік дәптер, скрипция, слово және переводтер. Қарапайым кішкентай сызғыш, прозрачный тетрадьтар алдым. Бұлардың барлығы пәндерге арналған, ағылшынға, тарихқа, және олардың ішінде ең кішісі артында әртүрлі мынандай факттер бар. Мен не үшін алғанымды білмеймін, бірақ мынандай дәптерді толтырып алыппын. Яғни 9-ші сыныпта бұлар практически керек емес. Алған заттарым бітті осылайша, және осы заттар маған 6000 теңгеге шықты. Егер сіздер мына магазинге баратын болсаңыздар, Waterfront деген бармауларыңыз сұраймын. Осы магазинге баратын болсаңыздар, бұл жерде сіз кішкене налог төлейсіз, яғни мен оны білген жоқпын. Және заттардың барлығы қымбатқа шықты. Ал Абдиден мен тек қана кітапқа обложка алған болатынмын. Осы видео сендерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса саусақтың жоғары тұрған белгісін басып кетіңіз. Егер де осы видеода 100 лайк жиналатын болса, мен сабаққа арналған 5 пайдалы приложение жайлы айтатын боламын. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.